2025 жылға дейінгі жұмыспен қамту және жұмыссыздық деңгейін азайту мақсатында іске асырылып отырылған жоба бұл. Және де жұмысшыларға субсидия алу, бұл электрондық еңбек биржасында мемлекет субсидиялайтын жұмыс орындарын ұйымдастыру және қаржыландыру. Бұл бізде 6 бағытта жұмыс жасайды, яғни бірінші қоғамдық жұмыстар, әлеуметтік жұмыс орындары, жастар практикасы, алғашқы жұмыс орын, ұрпақтар келісім шарты және күміс жас. Жұмысшыларға субсидия алу халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің келесі шараларына мемлекет субсидиялайтын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысу. Осы 6 бағыт бойынша сіздерге ақпарат беріп өтем. Яғни электрондық еңбек биржасында, еңбек KZ порталында бізде электрондық форматта сіз мемлекет тарапынан берілетін субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру үшін халықты жұмыспен қамту орталығына өтініштер жібере аласыз. Шарт жасай аласыз, үміткерді таңдай аласыз және оны жұмысқа ала аласыз. Қызметкерлер туралы ақпаратты жұмыспен қамту орталығына жібере аласыз. Бұл жалпы қалай бағдарлама жүзеге асып жатыр? Бұл жұмыссыз қалған адамдарды немесе оқу бітіріп жұмыс таба алмай отырған азаматтарды жұмыспен қамту үшін ИП егелерін, той егелерін тартып жатыр мемлекет. Және де азаматтардың тез жұмысқа орналасып кетуін ұйымдастырып жатыр. Мінекей жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысу сізге бірқатар артықшылықтар береді. Халықты жұмыспен қамту орталығының мамандары тарапынан жан-жақты консультациялық қолдау алуға болады. Яғни жұмыспен қамтуға барып, сіз тағыда жеке өзіңіз ақпарат ала аласыз. Екінші, электрондық еңбек биржасында электрондық форматта жұмыс орындарын ұйымдастыруға және қаржыландыруға шарт жасасу. Яғни электронды форматта еңбек KZ порталында электронды шарт жасасуға болады. Мемлекеттік қызметкерлердің еңбегін ішінара немесе толық төлейді. Мемлекеттік қызметкерлердің еңбегін ішінара және толық төлейді дегеніміз пайыз, 30% немесе 100% төлеп береді айлықтың. Оны қазір түсіндіре кетейін сіздерге. Жұмыс беруші кандидаттарды өз бетінше таңдайды. Яғни жұмыс беруші ИП егесі кандидаттарды өзі таңдайды. Және жұмысқа кімді алады, соны өзі таңдайды. Қызметкерлерді тұрақты негізде жалдау мүмкіндігі бар. Үнемі, мысалы, сізде 1 жыл жұмыс жасап жұмыс қалдыңыз ба, қызметкерді соны ары қарай ұнаса, дальше өзіңізге алып қалу мүмкіндігі бар. Жыл бойы жұмыс орындарын ұйымдастыруға өтінім беруге болады. Мысалы, сіз 1 рет бердіңіз, сосын 6 айдан кейін, 3 айдан кейін, мысалы, тағы бергіңіз келді, сіз өзіңіз күнделікті беріп отырсаңыз болады. Сізге қанша жұмысшы керек, соны беріп отырасыз. Жұмыс орындарын ұйымдастыруға қандай жұмыс беруші қатыса алады? Жұмыс орындары барлық меншік нысандағы кәсіпорындар мен ұйымдарда ұйымдастырылады. Бір ретте келесі жұмыс берушілер қатысуға жіберіледі. ИП егесі, салықты және басқа да әлеуметтік аудандарды уақытылы төлейтіндер. Осыларға мемлекет субсидия тағайындай алады. Жалақы бойынша мерзімі өткен берешегі болмағандар, яғни айлықты өзінің жұмысында айлық болып, солардың айлықтарын үнемі жақсылап беріп, ешқандай қарыз болмаса, субсидияға өтінім беріп және одобрение ала аласыз. ИП-ға немесе ТО-ға 1 жылдан астам қызмет еткен ИП мен ТО-лар қатыса алады. Электрондық еңбек биржасында жұмыс орындарын ұйымдастыру және қаржыландыру тәртібі қалай? Бірінші, электрондық еңбек биржасына тіркелесіз, еңбек портал KZ-не, және жеке кабинет құрасыз. Екінші, реквизиттерді толтырасыз, өзіңіздің реквизитіңізді, яғни ИП ашқаннан кейін ИП счет болу керек, сол реквизитті толтырасыз және жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысу критерийлеріне сәйкес тексересіз. Үшінші, жұмыспен қамту орталығына электрондық өтінім тастайсыз, яғни заявка тастайсыз. Төртінші, жұмыссыздарды жұмысқа орналастырасыз. Бесінші, электрондық еңбек биржасынан бос жұмыстарына орналастырасыз. Именно бос жұмыстар тұр ғой, соларға орналастырасыз. Өтінімді жергілікті органдардың мақұлдауымен және жұмыспен
қамту орталығымен шарт жасасасыз, 7 ай сайын жұмыспен қамту төлеу орталығына қатысушылар туралы мәліметтерді табельді беру және еңбек ақы төлеп отыруыңыз керек. Мінекей сіздерге 6 бағыт бойынша ақпарат беремін. Яғни бірінші бізде қоғамдық жұмыс. Қоғамдық жұмыс дегеніміз орындары 12 айға, қоғамдық жұмыс орындарына 12 айға субсидия береді. Жұмыскер үшін мемлекет 100% төлейді. Яғни қоғамдық жұмыста барлық жұмыскерлер кіре береді. Бұл жерге дипломға қарамайды қоғамдық жұмыста. 100% төлейді дегеніміз, яғни 30%, мысалы сіз жұмыскердің айлығын 103.500 теңге десеңіз, 103.500 теңгенің барлығын мемлекет төлеп береді. Ал сіз егер айлығын 150.000 десеңіз, онда 103.000 теңгесін мемлекет төлейді, үстіндегі 47.000 теңгесін сіз төлеп бересіз. Түсініңіз ба? Мінекей, сол үшін 100%-ын төлейді деп тұр. Және де, мінекей, жастар практикасы өзі айтып тұрғаннан,дай оқу аяқтағанына, диплом алып, оқу аяқтағанына 3 жыл болған, бірақ жұмыс жасамаған азаматтар үшін 12 айға субсидия 100% төленеді. Яғни диплом бойынша, дипломның мамандығы бойынша жұмысқа диплом алып 3 жыл оқуды аяқтамағанына 3 жыл болса, тоже жұмысқа орналасып 100%-ын мемлекет төлеп береді. Яғни бұларға барлығына өздерінің карточкасына, осы жұмысшының карточкасына ақша төленеді. Әлеуметтік жұмыс орындары, яғни уақытша жұмыс орындары болып табылады. 12 айға субсидия төленеді. Оның 35%-ын мемлекет төлейді. 35%-ын жұмыс беруші төлейді, 65%-ын мемлекет төлейді. Не жерде жұмыс дегенде ошибка кетіпті. Яғни, мысалы, айлығы 150.000 теңге болса, 65%-ын, яғни мемлекет төлейді, 97.500 теңгесін мемлекет төлеп береді, 35%-ын жұмыс беруші өзі төлейді. Бұл әлеуметтік жұмыс орындарына жаңағы көп балалы аналар, әкелер, мүгедектігі бар балдар және мүгедек адамдар қатыса алады. Және де алғашқы жұмыс орны, тоже айтып тұрғандай, бұл 29 жастан аспаған, бұрын жұмыс жасамаған жастарға 18 ай субсидиялап жүреді, 100% мемлекет төлеп береді. Айлығы, яғни 103.000 болса, барлығын мемлекет төлеп береді. 150.000 болса, 103.500 теңгесін ғана мемлекет төлейді, қалғанын өзіңіз төлейсіз. Ақшасы осы жұмысшының счетына түседі. Ұрпақтар келісім шарты. Бұл 29 жастан аспаған, оқу аяқтағанына 2 жыл аспаған жастарға 100% субсидия төленеді. Мына жерде 29 жастан деп айттым ғой, мына жерде де 29. Қазір жастар 35 жасқа жетті ғой. Мемлекет 35 жас деп қойды. Сондықтан бұл 35 жас, яғни ақпан айынан бастап базада өзгерсенеді. Сол кезде 35 жасқа дейінгі адамдарда бұл осы орындармен қамтамасыз етіледі. Бұл 29 жастан аспаған десек, ақпаннан бастап 35 жастан аспаған, оқу аяқтағанына 2 жыл аспаған жастарға 100% субсидия төленеді. Күміс жас, бұл аты айтып тұрғандай, бұл бағытта зейнетке шығуға 2 жыл қалған азаматтар қатыса алады. Бұл жерде мемлекет 50%-ын субсидиялайды. Бірінші жылы 50%-ын, екінші жылы 65%-ын, үшінші жыл 55%-ын, үшінші жылы 60%-ын мемлекет субсидиялайды. Және күміс жас бойынша ақшасы бұл жұмыс берушінің карточкасына түседі, яғни ИП егесіне түседі. ИП егесі өзінің карточкасынан